Қайырлы күн достар, бүгін снекерс пирогын жасаймыз. Бізге қажетті заттар: ұн, разрыхитель, какао және де құмшекер, жұмыртқа және ерітілген сары май қажет болады. Осылардың барлығын қолға жабыспайтындай қамыр болғанша иілеп, қамырымызды 15 минутқа холодильникке салып қоямыз қыздар. Ал начинкасына қажетті заттар: творог, құмшекер, жұмыртқа, қаймақ, крахмал. Осылардың бәрін біркелкі масса болғанша араластырып, қамырымызды противеньге жайып, начинкамызды құйып, қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. 180 градуста қыздар. Мінекей осындай болып шығады. Қоймалжың болып тұрған ол қалыпты, кейін қатады. Бізге сары май және шоколад керек қажет болады. Осы екеуін ерітіп, үстінен орехімізді қосып, суыған пирогымыздың үстінен құямыз қыздар. Ыстықтай құймаймыз, суы керек. Осылай құйып, холодильникке 2 сағатқа қоямыз. Сосын барып сыртындағы қалпын шешеміз қыздар. Мінекей өте жұмсақ, әдемі творожный пирог шығады қыздар. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Жұмсақ, ауызға салсаңыздар еріп кетеді.